Сәлем, канал көрермендері. Бұл видеода салмақ тастау үшін қай уақытта тамақтану керектігін айтамын. Бұл әдіс үзіліссіз ораза деп аталады. Ең бірінші сіз белгілі бір уақыт бойы тамақ ішпейсіз, және бұл әдіс инсулиннің төзімділігін арттырады. Инсулин деңгейі шамадан тыс көбейіп кетсе, ол өз қызметін тоқтатады. Егер ағзаңызда инсулин болса, онда сіз арықтамайсыз, себебі сіздің инсулин деңгейіңіз тым жоғары. Бірақ та бұлшықет массасы туралы алаңдамаңыз, сіз оны жоғалтпайсыз. Жалпы бұл тестостерон мен өсу гормонының деңгейін арттырудың жақсы тәсілі. Бұл гормондардың екеуі де майларды сіңіреді. Екеуі де бұлшықет еттердің өсуіне көмек береді. Бұлшықет массасы ешқайда кетпейді. Көбінесе бізге 3 мезгіл тамақтану мүмкіндігі бар. Бірақ мақсат салмақ жоғалту болса, күніне 2 мезгіл тамақтануға тура келеді. Дегенмен, сіз инсулинге төзімді болсаңыз, қандағы қант деңгейінің жоғары болуына байланысты тамақсыз жүру сізге қиын болады. Бұл бірнеше апта, тіпті 1 айға созылуы мүмкін, сондықтан күніне 3 рет тамақтанудан бастау қажет. Ең дұрысы, таңғы аста ерте ішпей, 11:30-да ішуге болады. Ал екінші тамақтану уақыты сағат кешкі 5-те. 11:30-да тамақты тойып жеңіз. Жай ғана тіске басар емес, құнарлы тамақпен тамақтаныңыз. Ақуыз, көкөністер, пайдалы майларды тұтыну. Бұл кезде майсыз тамақ жемеңіз. Сіз дұрыс естідіңіз, майсыз тамақ жемеңіз. Егер майсыз тамақ жесеңіз, керісінше денсаулығыңызға кері әсері болады. 11:30 бен кешкі 5-тің аралығында қарныңыз қатты ашса, онда сіз майды аз мөлшерде жедіңіз, немесе сізге бұл әдісті жасау ерте. Ең дұрысы 3 мезгіл тамақтанудан бастаңыз. Ағзаңыз үйренген соң 2 мезгіл тамақтануға өтесіз. Нәтижесінде ішіңіз кішірейіп, іштің кебуі де азаяды. Бұл іштен арылуға болатын тиімді әдіс. Ал кешке сол азанда жеген тағамдар сияқты құрамында ақуыз, көкөністер, пайдалы майлар болғаны дұрыс. Кешкі сағат 5-те тамақтанған соң азанға дейін ештеңе жемеңіз. Мен білетін көптеген бодибилдерлер күніне 1 немесе 2 рет қана тамақтанады. Күніне 5 рет тамақтанатын арық адамдар да бар. Шын мәнінде олар да болашақта семіру қаупі бар. Сол үшін жиі тамақтануды тоқтатқан дұрыс. Бір жағынан азық-түлікке ақшаңызды үнемдейсіз. Сіз сондай-ақ өзіңізді жақсы сезінесіз және артық салмақтан арылатын боласыз. Менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Егер осы әдіс нәтижелі болып жатса, пікір қалдырыңыз.